Қалайсыздар? Менің есімім Жұлдыз. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі менің YouTube каналымда сұлулық әлемі жайлы білетін боласыздар және үйренетін боласыздар. Менің YouTube каналымда өте құнды ақпараттар болады, және лайк басуды, комментарияға не білгілеріңіз келеді, соны жазуды ұмытпаңыздар, және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мен қазір сіздерге снятияны қалай жасау керектігін көрсетемін. Ол үшін бізге осындай авитальдің ремувері мен осындай микробраш керек. Микрображның бір штугын аламыз. Осылай снятие осылай көрінеді, негізгі түрі. Снятияны аламыз. Көзін жұмып жатуын қадағалаймыз. И кірпіктің үстінен жағамыз бірінші. Үстінен жақсылап сіңдіртіп жағып аламыз. Кірпіктің осылай үстінен жағамыз. Сіңдіртіп алғанға дейін осылай үйкелеп жағамыз. Осылай үстінен жақ болғаннан кейін кірпікті бері қайтарамыз. И астынан жағып шығамыз. Барлығына жететіндей қылып жағып шыққаннан кейін екінші көзіне де жағып шығамыз. Мицелляркамен осылай ватный дискімізді сулап аламыз. Осылай кірпігіндегісін алып болғаннан кейін бірінші үстінен сүртеміз. Үстінен сүртіп аламыз. Осылай жаңағы ремуверіміз осылай алынады, кремдеріміз. Осылай үстінен сүртеміз. Және осылай кішкене ашамыз да, қалған остаткасын сүртіп аламыз. Көзінің ішіне кіргізіп алмау керек. Көзінің ішіне кіріп кетсе ашиды. Кірпіктегі қалған моменттерді осылай пинцетпен алып тастай саламыз. Сықлап сүрткен кезде кірпіктің арасындағы қалып кеткен жерлер де полный алынады. Жаман пинцеттеріңіз болмаса, осындай жаңа қолданған микрображбен осылай үстінен тоже бассаңыздар болады. Тоже осылай алынады. Маған пинцет ыңғайлы, сол үшін мен пинцетпен қолданамын. Енді адамның көзін до конца тазалаймыз. Ол үшін бізге обезжириватель керек, және праймер керек. Және бұл не только осы снятиядан кейін, бүкіл кірпікті бастайтын кезде бұл подготовка ретінде саналады. Витамин С бұның құрамында, мынау обезжириватель өзінің аты айтып тұр. Үшін обезжиривательді осылай 2 рет себемін. Және ухачисткамен осылай түбінен аламыз. И түбін сүртеміз. Бұл кірпікке как бы подготовка ретінде және полный очищение ретінде жатады. Тағы микробраш керек, және осы біздің праймеріміз керек. Микрображдың біреуін аламыз. И праймерді осылай бір каплясын аламыз. И бұны кірпікке по росту жағамыз. Получается, кірпік бойынша жағамыз. Туш жаққан сияқты. Кірпікке бұл сіңу керек, потому что бұл кірпікті клейдан қорғайды. Бұндай алып қойсаңыздар, сіздерге ұзақ уақытқа жетеді. Осылай по росту. Және кірпік бастамай тұрып, осылай көздің барлығын тазалап болғаннан кейін, осы біздің жаққан средстволарымыздың кепкенін күтеміз, тоже бір 5 минут уақыт күтеміз. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі келесіде бұдан да құнды ақпараттар болады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарияға не білгілеріңіз келеді, жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің кішігірім арманым бар еді, 1000 подписчикке жету, сол арманымды қолдап жіберсеңіздер, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Всем пока!